Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі 110-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетіңіздер. Олай болса, сабағымызды бастайық. 30-шы жаттығу. Өлеңнің ұйқасын тауып жаз. Сылдыр қағып, таудан ағып, жатыр құлап, мөлдір бұлақ дейді. Келесі 31-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балықшының ұлымын. Сескенбеймін мен дауылдан, селк етпейтін таудаймын. Ақ теңізде айдыннан ақ сазандар аулаймын. Батыр екен өзі деп үлкендер де мақтайды, жетілетін кезі деп талабымды жақтайды. Ал сенімін ақтайтын балалардың бірімін, мәңгі тыным таппайтын балықшының ұлымын. Өлең қай жақтан айтылып тұр? Өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр? Балықшының ұлына сұрақтар дайында. Бірінші, өлең қай жақтан айтылып тұр? Өлең бірінші жақтан айтылып тұр. Екінші, өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр? Себебі өлең кейіпкерінің әкесі балықшы. Балықшының ұлына сұрақтар дайында. Теңіз айдынына шыққанда қорқыныш сезімі болды ма? Екінші, теңізде қандай балықтарды ауладыңдар? Үшінші, өскенде сен де балықшы болғың келеді ме? 32-ші жаттығу. Өлеңнің тыныс белгілерін қойып жаз. Су табиғат байлығы, өзен көлге барғайсың, кемі 2 рет әр күні суға түсіп тұрғайсың. Бұл жерде сан есімдер 2 деген сан екен, 2. 33-ші жаттығу. Ребустарды шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра дейді. Бұл жерде бірінші ребустардың шешуіндегі сөздер сан есім екенін дәлелде дейді. Дәлелдеу үлгісі бұл сан есім, өйткені заттың атын білдіреді. Енді бірінші суретте бізде шығады 50 деген сан шығады, екінші 6 деген сан шығады екен. Енді сөйлемді құрап көрейік. Бүгін менің әжем 50 жасқа толады. Менің кішкентай 6 қозым бар. 56 сан есім болады, өйткені заттың санын білдіреді және де қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Келесі 34-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді сипатта. Сен бұл сөзбен қандай жұмбақ құрастырар едің? Жұмбақтың шешуі ауа. Ауа түссіз, дәмі жоқ, онсыз тіршілік жоқ. Ал енді өзіміз жұмбақ құрастырып көрейік. Бар тіршілік қолданар, ең керегі сол болар. Түсі де жоқ, дәмі жоқ, ал кәнекей тауып ал деген жұмбақ құрастырамыз. Бұның жауабы әрине ауа болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.